Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін каналымызда кейінгі кезде хит болып атқан самсалардың бірі кесе самса жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Алдымен жылы суымызға 1 шай қасық тұз салып, ертіп аламыз араластырып, және електен өткізілген ұнға құятын боламыз. Алдын ала ертіп алған сары майды құямыз, және осының барлығын араластырып отырып, қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Қамырға май қосылғандықтан осындай қолға жабыспайтын қамыр шығады. Орташа тығыздықта. Енді осы қамырымызды салафанға салып, тыңғанша қойып қоямыз. 10-15 минутқа салмасын дайындағанша. Енді етімізді осылай орташа көлемдікте 4 бұрыш етіп, кесіп дайындап аламыз турап. Және бір пияз, оны 4 бөлікке бөліп, осылай жіңішкелетіп турап аламыз. Бұны да еттің үстіне салатын боламыз. Және 2 кіші картоп немесе 1 үлкен картопты осылай 4 бұрыш етіп турап аламыз. Осы жерде видеоның астында описанияда қалдыратын боламын қаншалықты қосқандарымды. Мінекей. Енді осының үстіне мен кішкене құйрық май қостым. Бұл міндетті емес, егерде сіздерге майлы болғанын қаласаңыздар, осындай кішкене ұсақтап турап салып жіберсеңіздер болады. Бұл қалауларыңызша. Барлығын турап дайындап болдық. Енді приправаларын, тұздарын салатын боламыз. 1 шай қасық тұз, қара бұрыш, және жарты шай қасық кориандр салатын боламын. Бұл кориандрды өздеріңіздің қалауларыңызша. Ұнатпайтын болсаңыздар, бұл міндетті емес. Және жарты шай қасық паприка саламын. Және 3-4 ас қасық сұйық май құятын боламыз. Осылардың барлығын жақсылап қолымызбен араластырып, бетін жауып қоя тұрамыз. Қамырымызды дайындағанша. Құрметті көрермен, егерде менің каналыма жаңадан келген көрермен болсаңыз, каналымның дамуына үлес қосып, комментарияларыңызды және пікірлеріңізді, лүпілдеріңізді қалдыра кетіңіздер. Және 3-4 ас қасық су құятын боламыз, немесе 30 грамм. Тұнып тұрған қамырымызды осындай бірнеше бөлікке бөліп алатын боламыз. Мен 5 бөлікке бөліп алдым. Менде самсалардың көлемі чай ішетін кесенің көлеміндей болады. Егерде сіздер үлкен самса жасайтын болсаңыздар, қамырымызды 3-ке, 2-ге бөліп жасайсыздар. Бөлген қамырларымызды осылай домалақ етіп, қайтадан илеп, бір шетке қойып, шетінен алып отырып дайындайтын боламыз. Және осындай 5 үлкен қамырға 5 кішкентай осындай тағы да домалақтап жасап қоятын боламыз қамырды. Және бір орташа қамыр жасайтын боламыз. 5 үлкен, 5 кішкентай және бір орташа қамыр. Барлығын бетін жауып, шетке қойып, біртіндеп алып отырып, самсамызды дайындайтын боламыз. Мінекей, бір самсаны қамырын алып, осылай оқтаудың көмегімен орташа қалыңдықта етіп, жайып шығатын боламын. Және осы самсаның көлемін келтіріп жасау үшін кесе керек болады маған. Шай кеседің көлемімен, үлкендігімен жасайтын боламын. Осылай қамырымызды ішіне салып, орналастырып аламыз. Және осының үстіне дайындап қойған салмамызды толтырып салатын боламыз. Енді осы қамырдың жан-жағын бүріп жинайтын боламыз бір ортаға. Видеода көріп отырғандарыңыздай, ешқандай жері ашық қалмауы керек. Толықтай осылай қолымызбен қысып, біріктіріп, түйіп шығамыз. Және осындай қалың болып кеткен жерін кішкене
алып тастаймыз. Осылай домалақ етіп жасап алдым. Ал кішкентай түйірін бетіне қақпақтың ұстайтын жері сияқты қылып жасайтын боламыз. Ал кішкентай қамырды осылай домалақ етіп жайып аламыз. Және бір жұмыртқаға 2 кішкентай қасық, шай қасық сүт қосып араластырып жағатын боламыз. Және қамырымызды үстіне орналастырамыз. Енді духовкамыздың ыдысына салып, жұмыртқа жағатын боламыз бетіне. Және барлық қамыр самсаларымызды осылай жасап шығамыз. Толықтай. Ең соңғы орташа қалған қамырымызды осылай ұзыншақ етіп жайып шығатын боламыз. Бірінші осылай оқтаудың көмегімен жұқартып аламыз. Және пышақтың көмегімен ұзынша жолақ етіп кесіп аламыз. Енді осыларды лагманның қамыры сияқты етіп, осылай жіңішкертіп алатын боламыз. Екі-екіден біріктіріп, осылай өріп шығатын боламыз. Сіздерді қанша самса дайындайсыз, сонша жасап алатын боласыздар. Міне қамырларымызды өріп дайындап алдым. Енді осы өрілген қамырларымызды осылай домалақ етіп біріктіріп, самсалардың үстіне осылай қақпақ ретінде қойып шығатын боламыз. Енді жаңағы дайындап алған жұмыртқамызды осылай беттеріне толықтай жағатын боламыз. Барлық жеріне толықтай жағыңыздар, сонда бір тегіс сап-сары болып пісетін болады. Және осы уақытта духовкамызды 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Жан жағына толықтай жағып шықтым жұмыртқаны. Енді осының үстіне әдемілік үшін осылай күнжіт септім. 180 градусқа 1 сағатқа пісіріп алдым. Мінеки самсамыз дайын. Сізге кесіп көрсететін боламын. Міне ыстықтай. Қамырына май қосылғандықтан осындай үгітілмелі болады. Және өте дәмді болып шығады. Іші толықтай піскен және етіміз жұп-жұмсақ болып піскен болды. Сіздерді жасап көріңіздер кешкі асқа немесе түскі асқа. Сіздермен болған мен Жұлдыз. Сау болыңыз.